Үй жағдайында қарын салатты дәмді етіп жолын сіздерге үйретемін. Дәмі өте керемет шығады. Бізге қажет болады піскен қарын. Солонка етіп турап аласыздар. Сәбіздің қабығын ашып, жуып, оны да солонка етіп турап аламыз. Жасыл және қызыл түрлі түсті сладкий перец қажет болады. Оны да дәл видеодағыдай солонка етіп турап аламыз. Бізге 2 пияз қажет болады. Біреуін қуырып аламыз, ал екіншісін салатқа салатын боламыз. Бір пиязды салатқа саламыз, ал екінші пиязды қуырып аламыз. Қызып тұрған табаға майды құйып, пиязды салып қуырып аламыз. Пиязды жақсылап қызартырып қуырып аламыз. Салатқа чеснок саламыз. Енді бізге гәрімдар керек болады. Оның ішін тазалап аламыз да солонка етіп тураймыз. Бір чайный ложка тұз және шекер саламыз. Бір чайный ложка уксус және кориандр қажет болады. Және бір ас қасық паприка қажет болады. Қуырылған пияздарымызды салатқа саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алу қажет болады. 2 чайный ложка соевой соус құямыз да қайта араластырасыздар. Көк пияз және кинзаны турап аламыз. Укроп кинзаны салатқа салып, қайтадан араластырамыз. Қарын салаты дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Үй жағдайында оңай әрі тез дайындалады. Менің жаңа видео рецепттерімді жіберіп алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.